Оңай жаттатудың жолын қарастырайық. Ұзындық бірліктерінің ара қатынасын білеміз. 1 сантиметрде 10 миллиметр бар. Оның бір нөлі бар. 1 дециметрде 10 сантиметр бар. Оның да бір нөлі бар. 1 метрде 10 дециметр бар. Оның да бір нөлі бар. 1 километрде 1000 метр бар. Оның 3 нөлі бар. Аудан бірліктерінің арасындағы ара қатынасты анықтап алайық. 1 сантиметрде 10 миллиметр бар. Ал 1 квадрат сантиметрде қанша квадрат миллиметр бар? Мына жерде арасында бір нөл жүреді деп айтамыз. Олай болса, 1 квадрат сантиметр мен 1 квадрат миллиметрдің арасында, квадрат миллиметрдің арасында 2 нөл жүреді. Квадрат сантиметр мен квадрат миллиметрдің арасында 2 нөл жүреді. Себебі 1 квадрат сантиметрде 100 квадрат миллиметр бар. Ал енді квадрат дециметр мен квадрат сантиметрдің арасында ше. 1 дециметрде 10 сантиметр бар. Олай болса, дециметр квадрат пен дециметр квадрат сантиметрдің арасында 2 нөл жүреді. 1 дециметр квадратта 100 сантиметр квадрат бар. Ал енді метр квадрат пен дециметр квадраттың арасында ше. 1 метрде 10 дециметр бар. Ол жерде бір нөл жүреді. Ал бұл жерде квадрат метр мен квадрат дециметрдің арасында 2 нөл жүреді. Сондықтан 1 метр квадратта 100 дециметр квадрат бар. Ал енді километр мен метрдің арасында 3 нөл жүреді. Себебі 1 километрде 10 метр бар. Ал квадрат километр мен квадрат метрдің арасында ше. Мына жақтағы 3 нөліміз енді мына жерде 6 нөл болады. Сондықтан 1 квадрат километрде миллион квадрат метр бар. Мінекей, осылай ара қатынасын, осылай бірліктерін жаттап алған болады. Ал енді дециметр квадрат пен миллиметр квадраттың арасында неше нөл тұр? 4 нөл тұр. Сондықтан 1 квадрат дециметрде 10 квадрат миллиметр бар. Метр квадрат пен сантиметр квадраттың арасында ше. Ол жерде де 4 нөл тұрғандықтан 1 метр квадратта 10 квадрат сантиметр бар. Метр квадрат пен миллиметр квадраттың арасында 6 нөл тұрғандықтан 1 квадрат метрде миллион квадрат миллиметр бар.